Қайырлы күн, бүгін мен сіздермен өте дәмді, нәзік әрі үлпілдек болып шығатын бисквиттің рецептісімен бөлісемін. Бисквитті жасау үшін бізге 4 жұмыртқа, 150 грамм қант, 120 грамм ұн, 2 шай қасық қопсытқыш қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды ақ мен сарысынан бөліп аламыз. Біздің миксеріміз және ақуызды араластыратын ыдысымыз таза әрі құрғақ болу қажет. Бір тамшы болсын, май және су тамшысы тамбау керек, және сарыуыз бен ақуызды бөлгенде де мұқият болыңыздар. Сарыуыздың бір тамшысы болсын, ағына түсіп кететін болса, біздің ақуызымыз дұрыс шайқалмайды. Егер сарыуыз тамып кететін болса, қасықпен жайлап алып тастаңыздар. Қанттың жартысын ақуызға, жартысын сарыуызға пайдаланамыз. Қантты шетінен қоса отырып, ақуызымызды араластырып аламыз. Біздің ақуызымыз дайын. Ыдысты төңкеріп қараған кезде ақуыз ақпау керек. Сол кезде ақуызымыз дұрыс шайқалды деген сөз. Жұмыртқаның сарысына қалған қантты салып, ағарғанша араластырамыз. Ағарғанша миксерледік. Енді оған ақуызымызды шетінен сала отырып, төменнен жоғарыға қаратай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Миксермен араластырсаңыздар, бисквитіміз көтерілмей қалады. Сондықтан мен сияқты силиконды күрекшемен немесе қасықпен араластырғандарыңыз дұрыс. Араластырып болдық. Енді ұнымыз бен қопсытқышымызды саламыз. ұн мен қопсытқышты жеке-жеке емес, екеуін бірге араластырып салсаңыздар, бисквиттеріміз жақсы көтеріледі. Ұнды да миксерсіз 3 бөлікке бөліп, біртіндеп салып отырып, төменнен жоғарыға қаратай араластырамыз. Формамызға фольга немесе пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын. Формасын жақсы ұстап тұру үшін пешімізді өшіріп, тағы да 5 минутқа пешіміздің аузын жартылай ғана ашып қойып қоямыз. Биіктігі осындай болып шығады. Енді екінші жағына аударып, тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Бисквитіміз дайын болды, бірақ оны ыстықта кесуге болмайды. Кем дегенде 40 минуттай суытып аламыз. Биіктігі шамамен 5,5-6 сантиметрде болады.
Осымен біздің өте дәмді әрі үлпілдек болып шығатын бисквитіміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.